Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын. Менің мырзам. Жақсы әйел жарының жақсылығын асырады, жамандығын жасырады. Бүгінде үйдің ұйытқысы болып, берекесін мерекеге айналдырып отырған нәзік жандыларға айтылатын алғыс көп. Ал отбасының тірегі, тұтқасы болған ер азаматтардың негізгі жауапкершілігі жанұясы алдындағы міндеттермен сыналады. Бұл менің мырзам бағдарламасы. Бүгін менде қонақта көпшіліктің сұрауымен 6 баланың анасы, психолог, тренер және адалда аяулы жар Құралай ханым келіп отыр. Құралай ханым, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Еңілік танысқаныма өте қуаныштымын. Мен де сізбен қуаныштымын. Бүгін жадырап, жайнап, сіз екеуміз көктем болып отырып, еркін тақырыпта әңгіме айтсақ деймін. Барынша тақырыбымыз қозғаған сұхбатымыз көпшілікке өзінің пайдасын берсе, біз үшін бүгін жетістік болады, Жақсы, рахмет. Құралай ханым, енді тақырып менің мырзам деп айтып тұрғандай, ең бірінші сауалды сіздің үйдегі жарыңыздан бастасақ. Жалпы күйеудің көңілін табу жайында жиі сұрақ, сауал жолдайды сізге, және осы тақырыпты көп қозғайсыз ғой. Сіздің қандай тәсілдеріңіз бар отбасылық өмірде? Негізі әрбір тұрмысқа шыққан қасында азаматы бар әйелді мен басында алтын тәжі бар әйел деп айтам. Себебі енді ол ғылым заманнан келе жатқан әрбір әйелді бір шырмауық гүл іспеттес ойлаймын. Егер ол гүлдің сүйенер бір шығар тірегі болмаса, шырмауық гүл желде тапталып, жапырағы солып, гүл ашпай қалатын секілді, әйел адамда қасында бір тірегі болу керек секілді. Гүл жарып, әдемі болып, өсіп, өну үшін. Сондықтан өзім өте бағалаймын. Көп жыл бірге алтын тойға, күміс тойға жетіп жатқан апаларымызға қарап, қатты қызығамын. Бір шетінен сол кісілерге қарап көп нәрсе үйренгім де келеді, себебі отбасын құру, онымен бірге тұру деген өте қиын. Мысалы, әрбір ертегіні қарасақ та Күлше қыз болсын, Ханзада, мен түрлі ханшайымдардың әңгімелерінде, ертелерінде ертегі олардың тойларымен бітіп қалады. Той болды, екеуі қосылды, бітті, ары қарай ертегі бітеді. Қыздар ойлайды, тұрмысқа шығамда, содан кейін менде өмір бақи бір балайы болады екен деп. Күйеуім бетіме қарап мені жақсы көріп отырады, менде бәрі тамаша болады деп. Ол енді қате түсінік, ол менің ойымша 24 сағаттық еңбек. Тұрмысқа шығу деп қазақтың өзі айтқанындай, қыз тұрмысқа шыққан кезде кәдімгідей тұрмыс орысша быт дейді ғой. Сол тұрмысқа шығады, 24 сағат күні түні еңбек, әрдайым гүлді суғарған секілді өзінің отбасылық, өзінің одағын, отанын қорғап, әрдайым енді өте көп адамнан шыдамдылықты, сабырлықты, мықтылықты талап ететін осы отбасылық өмір деп ойлаймын. Ал енді жаңағыдай ажырасып кете салу, немесе жалғыз тұру деген ол өте оңай нәрсе. Ол деген адамның өз біледі, әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ, өз еркі өзінде, сондай өмір деп ойлаймын. Енді ол табиғаттың заңымен, өзі жаратушы екі адамды жұптастырып жасағаннан кейін, ол біздің қоғамға да отбасы өте керек деп ойлаймын. Балаға да ол ата-ана, ол бір шатыр секілді. Шатырдың бір шеті жоқ болса, одан боран, дауыл, қар өтіп кетеді, су өтіп кететін секілді. Әкенің де рөлі, ананың да рөлі өте зор деп ойлаймын. Содан кейін маған осы ажыраспа деген хэштегпен инстаграмда ұрандатып жүретінім, сосын ер азаматтарды бағалауды, көтеруді, осы қоғамға бір культ дейді, орысша мәдениет қылып кіргізудің өзін мен үшін өте маңызды. Себебі ұрпақ сонымен тәрбиеленеді. Жер планетасында әйел адам бір велосипед ойлап тауыпты, немесе қазіргі мына смартфон ойлап тапты, ғылымға бір жетістік ойлапты, заң әкеліпті, физикадан, математикадан болсын, қандай ғылым болсын, ондай жоқ. Біздің әйелдердің өзін жүрегі жұмсақ, нәзік, махаббатқа арналған, ол қоғамды, экономиканы қозғайтын ол ер адамдар. Сондықтан ойлаймын, Қазақстанның болашағы ер адамдардың қолында. Оларды біз қаншалықты төмендеткенімен, оларды құлдыратқанымен, әйелдер мықты бола берген сайын, ол
ұлт әлсірейді деп ойлаймын. Сондықтан отан отбасынан басталады. Әрбір әйел өзінің үйінде сол нәрсемен көп жұмыс істеу керек. Өзінің күйеуінің көңілін, бабын табуға бар ынта жігерін арнау керек дейсіз ғой. Енді көңілін табу керек деп сөйтіп айтсаң, олар бір оның алдында жорғалауды, оның арында жаңағы өте төмен, орысша айтқанда тряпка дейді ғой, енді езіліп, иленіп қалу емес. Әйелдің өзінің бір бағасы, бір өзінің бір ханымдай, мен өзім ана Құралай ханым деп аккаунт қойған аты да сол, өзінің бір бағасы да зор болу керек деп ойлаймын. Өзінің қалай айтсам екен, орнын білу керек секілді. Ол оны деген қазір маған хат жазып жататын қыздар өте көп әлеуметтік желіде. Мен күйеуімнің 2 әйелі бар, 3 әйелі бар, бәріміз бір үйде тұрамыз, мына бөлмеде 2-ші әйел тұрады деген секілді сондай хаттар жазып жылап, еңіреп, ол мені ұрады, түнде мысалы солардың басқа бөлмеге кіріп кеткенін естимін деп. Бұл енді әйел адам өзін өте төмен санап, өзінің бір ішкі әлемін езгізіп, елетіп, өзін ұрғызу деген, ол енді жаңағындай күйеудің көңілін табу сол екен деп түсінеді адамдар. Күйеуім не айтса да дұрыс, ол хан, әсіресе қазір мына дін жолындағы кісілер көп соны ол дұрыс екен деп. Мен ойымша ол балаларға да өте қатты психологиялық жағынан бір зардап әкеледі. Әйелді де өте илеп, әйелдің жанына жара салып, ондай әйел менің ойымша өзінің денсаулығын да өзін де дұрыс күте алмайтын секілді. Бұл енді біз зайырлы мемлекет шегі бар дейсіз ғой. Болғаннан кейін оны бір әдемі баланста ұстау керек секілді. Ол күйеуіңді қанша күт, хан қыл дегеннен ол өзіңді иле, өзіңді жер қыл емес, тіпті басқаша әңгіме ол. Басқаша түсінбеу керек дейсіз ғой. Жақсы. Ал енді біз жаңа ғана мен айтып кеттім жақсы әйел жайында. Жалпы сіздің ұғымыңызда жақсы әйел қалай сипатталады? Оның өзіндік бір ерекшелігі бар ғой деген. Мен енді осы психологияны оқығаннан кейін жақсы әйел немесе жақсы адам, жаман адам деген түсінік менде тіпті жоқ. Ал адамның бәрі жақсы. Әйелдің бәрі жақсы, бәрі әдемі. Ер азаматтардың да қанша әйел адамдар осы оңбаған, жаңағы арақ құмар, ойын құмар, осындай деп жамандаса да, соңғы адам болып жамандаса да, ол адамның ішінде әйтеуір бір нұр бар. Ол адамның ішінде әйтеуір қазсаң бір қасиет шығады. Сондықтан жақсы әйел деген ұғым емес, менің ойымша бір бақытты әйел деген секілді ұғым қатты ұнайды өзіме. Әйел адам өзі шынымен өз жүрегінде гармония болған кезде, өзін өзі жақсы көрген кезде, бағалаған кезде, махаббатын айналасына бере алатын кезде, одан бір нұр шашылып, сол адам шынымен жақсы болатын секілді, бірақ енді жақсы мен жаманға бөлгім келмейді. Жақсы, бірақ дегенмен енді екі мінез қосылады ғой. Ер мен әйел бір-бірін тапқан кезде екі түрлі мінез қосылады. Енді екеуі бір-біріне қатты ұқсас болуы, немесе енді әртүрлі ғой ерлі-зайыптылардың бір-бірін табуы. Екі мінездің сәйкес келмей қалған тұсын отбасылы болғаннан кейін білген жағдайда қалай ары қарай өмір кешсе болады? Ол ана қыз балалар көбінесе күйеуге шыққаннан кейін күйеуім маған ұнамайды, себебі мен былай ойлаймын, мен мынандай ән тыңдаймын, ол мынандай тыңдайды деген секілді. Ол табиғаттың заңы минус пен плюс бір-бірін тартады. Мысалы, минус зарядтар плюс зарядтар тартады деген секілді. Ол әрдайым адам бірін-біріне бірдей адам қосылған ол мүмкін емес. Тура өзің секілді екінші Құралайды мен мысалы үйімде көргім келмес еді. Ол өзі ақ пен қараны, күн мен түнді бәрін әдемі бір қалыпта жасаған жаратушы. Ол әйел мен ерді де екеуін екі түрлі қылып қосады. Міндетті түрде сіздің күйеуіңіз плюс болса, сіз минуссыз. Немесе сіз плюс болсаңыз, ол минус. Ода бар қасиет, сізде жоқ. Сізде бар қасиет, ода жоқ. Сол қыздардың қателіктері сол тура өзім секілді болса екен деп ойлайды. Мен театрды жақсы көрсем, ол да театрды жақсы көру керек деген секілді. Сол үшін мысалы екі адам сол қосылған кезде өзіңдегі жоқ нәрсені одан алу. Негізі біздің ең қатты ұстазымыз, бұл өмірде бізді үйрететін адам, ол басқа жақтан біреуді іздеп, ұстаз қылып, немесе бірдеңке оқып қажет жоқ, қасыңдағы жарың. Сол ақ саған бүкіл нәрсені үйретеді, сол арқылы. Және қабылдай білу. Ол адамды сен өміріңе өткізгеннен кейін, менің ойымша, енді мінезімен де оны танып білгеннен кейін сен оны қабылдайсың деген сияқты. Ал жалпы ер адамның, әйел адамның
отбасылық өзіндік міндеттері бар. Бүгінде біз соны көбінше шатастырып алып жүрген сияқтымыз. Әйел адам бірінші орынға шығып кетіп, көпшілігі мен де байқаймын, сізге Инстаграм желісінде күйеуінің жалқаулығы жайында жазып жатады, Ал сіз осы тұрғыдан не айтасыз? Ер адамның міндеті қандай, әйел адам міндеті қандай? Енді ер адамдар, олар ұл баланың өзі де сондай. Мен енді көп балалы ана болғасын білем, ұл баланың ойлау қабілеті де кішкене тежеліп тұрады әйел адамға қарағанда. Біздер энергетикалық жағынан қарасақ, біз 7 есе көбірекпіз. Ер адамның бір барып келетін жеріне біз 3 рет барып келе аламыз. Олар қозғалғанша біз сол жерде 5 рет, олар бір жұмысқа шыққанша біз 2 жұмыс тауып аламыз. Себебі бізде қозғалыс көп та мына әйел адамдарда. Олар бір поезд, мынандай бір эшелон сияқты елестетемін. Мысалы, темір жолда бір үлкен паровоз келіп тоқтаған кезде вокзалдың ішінде ары-бері қозғайды ғой, мысалы, ары қарай тұрғызады деген сияқты, жолға тұрғызады. Сол кезде бір кішкентай башмачок деген темір болады, соны үлкен бір 20-30 вагонмен келе жатқан поезды сол башмачокты қойғанда ол тық етіп тоқтай қалады. Ал енді вокзалдан шығып, мынандай жолға шығып, рельспен жүйткіп бара жатқан поезд 200-бен, 180-мен, оны бір башмачок емес, танк қойсаң да ол жылып түседі. Сол секілді ер азамат, сол поезд секілді. Оның қозғалуы өте қиын, ақырындап, жаңа бырт етіп үйленді, енді қозғалып, жан-жағына қарап, кім бар, мынау әйелім, мынау балам деген секілді қозғалып біткенше, біз оның алдына жүгіріп шығып, себебі жаңа құрбымның үйінде мынандай кілем бар, анау мынандай үстіне тон киіп жүр деп, біз асығып тез-тез алдына түсіп аламыз. Содан кейін жаңағы 20-30 вагоны бар эшелонда артымызға тартып, сүйреп, өмір деген сол неге жолға жүріп кетеміз. Сол біздің қателігіміз сол о баста. Негізі әйел адам деген кішкене өзін тежеп, бірінші ер адамды алдыға шығарып деген секілді, сол кісі көрсетсе жолды, сол кісінің қозғалысын итермелесе, олардың жылдамдығы біздікінен көбірек. Қазақта айтады ғой, әйелдің тапқаны есікте, ер адамның тапқаны төрге жетеді. Керемет. Енді осы тұста, мысалы үшін, көп жағдайда біз күйеуді жаңа бірінші орынға қою, енді оны алда болуын қадағалау, оның алда жүруіне көбінше үлес қосу деп айтамыз ғой. Жалпы ер адамды шабыттандыру жағынан не айтасыз? Қалай, мысалы, шынымен мотивациясы түсіп кеткен, еңсесі түскен, жұмысқа құлшынысы жоқ ер адамдар көп қазір. Ол сонда әйелінің кінәсі ма, әлде қалай? Қалай шабыт беру керек? Ол ең бірінші әйелдің кінәсі. Әйел болғанда ол жары болу міндетті емес, ол анасы болуы да мүмкін. Мысалы, өте мықты аналардан сондай бір жасық балалар туылады. Мамасы өмір бақи, жаңа мамасының баласы деген бар ғой енді. Өмір бақи оның аузына тәттісін жасап, сол туралы ой ойлап, бүкіл жауапкершілікті өзі шешіп, баласының қайда жүру керек, не істеу керек, қай кезде тұру керек, қай кезде киіну керек, бүкіл киімін дейін алып беріп, бүкіл ой ойлау қабілетін кішкентай кезінен үйретіп қойған кезде, ол кейін әйел затына сеніп алады. Әйеліне үйленген кезде де ол әйелін ана деп көреді. Мысалы, мен кішкентай ұлымды әрдайым қыздардан гөрі ұлға жауапкершілік көп артам. Менде енді бірінші 4 қыз, содан кейін 2 ұл ғой. Мысалы, аэропорттарда жолға, пойызға шыққан кезде документтерді сен ұста, сен сөмкеңе салып ал. Мына қыздар қазір ұмытып кетеді, бұлар суретке түсіп телефондарымен. Сен кішкене осы үйде, ана кішкентай балаға титтай 10 жаста болса да жауапкершілік тарта беру керек. Соған ой ойлау қабілетін соған жүктеу керек. Мысалы, поликлиникаға кірсек, емханаға, медосмотрдан жаңағы боксқа, тренировкаға барады ғой, сол кезде қай жерден өту керек деген кезде, білмеймін балам, мен шаршап тұрмын, аяғым, сен барып көріп келші деп. Жаңағыдай баланың алдына түсіп алып, мына кабинетке кіресің, мына жерге тұрасың деген секілді емес, ол өзі мен білмей тұрмын қай есікке, білмей сұрашы ана неден барып деп сөйтіп жол көрсетем. Ол барады да сұрайды, сосын жаңа мама, мен мына жерде жасап келдім, мына жерге мына мөрді басты, енді қалған анықтаманы қайдан аласың? Мен отыра берем, қозғалмаймын. Сосын жаңағы үйдегі тірліктерді де ой ойлап үйрету керек балаға кішкентай кезінен. Жаңағы сен істе, бұл қыздарда түк пайда жоқ деп мен сөйтіп әдейі айтам. Бұл қыздар қазір ұмытып кетеді. Бұлар өздері көйлектеріне ие болса, өздеріне ие болса, сен қара, сен істе, мыналар қайда, сөмкені қайда қойды, сөмкеге ие бол деп, әсіресе жолға шыққан кездерде, мектепке бара жатқан кездерде, сен есікті жап, кілтті сен ұста, сен білмесең мыналар қазір бәрін құртады деп. Сонда бала кішкентай кезінен мен екем деп сөйтіп үйренеді. Содан кейін енді жаңағыдай мамасының баласына шыққан қыздарға шынымен қиынырақ. Ол себебі бүкіл өмірді
сөйтіп баласы үйреніп қалған 20-ға дейін 30-ға дейін ол сондай өмір сүріп үйренген жігіт біреуге жүк артып, ол жаңа мамасының баласы бәрі дайын, аузынан ақ майын ағызады, ол сосын сондай әйелге күйеуге шығады. Негізі сондай жігіттер өзі сондай әйелдерді де өзіне тартып алады. Егер ондайды басынан түсініп, менің күйеуім кішкене ынжықтау, менің күйеуімнің ойлау қабілеті кішкене төмендеу, ол біреу оған ой ойлап беру керек дегенді ойласаңыз, енді сізге өте қиын. Бірінші, екінші, негізі 3 жыл дейді. Кез келген адам тәрбиелеп алуға болады екен 3 жылда, соңғы минимум, енді 3 айда 5 айда деген сияқты болады, бірақ соңғы максимум жаңағы уақыт 3 жыл. Сол 3 жылдың ішінде шынымен тәрбиелеп алсаңыз болады. Ол үшін өте қиын, енді оның құпиясы өте қиын, жасауға қиын. Ол үшін жаңағы диванды сіз бермеуіңіз керек. Диван сіздікі болу керек. Ол диванда сіз жатуыңыз керек. Күйеуіңіз жатыр ма? Кім кімді, жаңа орыстар айтады ғой, кто кого дейді ғой. Сол кім көп жатады, сол адам жаңағы тұрады екен. Қасындағы адам қозғалмай қойса, сен жаңағы ұялғанынан болсын, тебе тамақ жеу керек деген секілді, мына квартплатаны төлеу керек деген секілді. Біз жаңағы жатқан жерге жата алмаймыз ғой. Біз жаңа жыбырлап тұрамыз әйелдер. Біз тұруымыз керек, ан жасауымыз керек. Сол өте қиын құпиясы сол, енді оны тұрып, сол жерде қозғалмай жатып, пульт сенікі, телевизор сенікі, білмеймін. Сен болмасаң аштан өлеміз. Білмеймін, жоқ, білмеймін, маған жұмыс жоқ. Тіпті бір керемет бизнесмен бір әйел маған хат жазып, екеуміз жақсы сөйлесеміз осы әлеуметтік желіде. Ол кісі бір 10 шақты жылға дейін отбасылық бизнесі болған. Күйеуі жай өзінің бір шопыры секілді, жүргізуші секілді, таңертең жұмысын апарады, жаңағы әйел бәрін істейді, саудасын, бизнесін бәрін. Күйеуі тек оны апарады, әкеледі, басқа жұмысы жоқ. Бүкіл себебі жаңа ақшаны құю, қай жерден асу, сату, адамдар жұмысқа бәрін жаңа әйел шешеді. Сөйтіп жүрген кезде дейді, бір кітаптарды оқып, менің бұным дұрыс емес, мен еркек болып бара жатырмын, мына күйеуімде түк жауапкершілік жоқ, салғырт деп сөйтіп ойлап, мен де бір қорған болғанын қалаймын, күйеуімнің жаңа бір сұрақтарды шешкенін қалаймын деп ойлап, сөйтіп жүрген кезінде өзінен өзі аяғы сыныпты. Бір сондай бір неге түсіп, аяғы сынып, сосын көп жатып қалдым дейді. 5-6 айдай жаңа аяғым жазылмай, жамбастан ұршығым шығып дейді, сөйтіп жатып қалдым дейді. Сонда күйеуім де бірінші өзімде шок болдым дейді. Жаңа бүкіл ақшаны, бүкіл бизнесті қалай енді кімге тапсырамын деп. Үйде бала-шаға бәріне төлеу керек, жаңа счеттар келіп жатыр. Сосын жаттым дейді, енді Құдай өзі сөйтіп жатқызып қойды дейді. Тұра алмаймын, ешқандай тұрып кете алмаймын. Сосын мен бірінші айларда больницада жаттым дейді. Сосын күйеуім ақындап барып жүрді дейді. Енді қара, енді отбасылық ақша болғасын, бірге төлейтін қарыз болғасын, күйеуім барып жүрді дейді. Сосын 5-6 айда қарасам дейді, күйеуім кәдімгідей мен де керемет сұрақтарға шешім тауып, проблемаларды оңай шешіп, бір сондай бір еркектік қабілеті ашылып дейді. Кәдімгідей ұйымдастырушылық қабілеті бұрын мен көрмейтін мықты қасиеттер бар екен дейді. Сонда түсінгенім дейді, біз тек орын бермейміз. Жаңағы өзімізге алып аламыз ғой. Билік бермейміз. Жаңа бүкіл кілтті, мөрді, ақшаны бәрін өзімізге алып алғасын, ол кісілерге тек біреу істеп жатса, кім оған қой дейді. Мысалы, әркімге біз енді біреу қасында жүріп істеп жүрсе, қоя қоясың ғой, жарайды істей бер деп. Сол секілді ғой. Сондықтан енді өзіңізге шешім. Егер сізге сондай ұнаса, өзіңізге сондай би болған, қожа болған, бәрін өзіңіз шешкен, ақша өзіңізде, билік өзіңізде болса, онда мархабат дейді ғой, мына психологияда адамға өзінің жасап жүрген нәрсесі ұнаса, ешқандай проблема жоқ. Психологқа қандай адам келеді, ол өзінің нәрсесі ұнамаса, өзінің түсіріп жүрген өмірі ұнамаса, күйі ұнамаса, баласы, тәрбиесі ұнамаса деген секілді. Сондықтан егер сізге қазіргі отбасыңыз, қасыңызда жүгіріп жүрген күйеуіңіз ұнаса, оны сіз толықтай солай қабылдасаңыз, онда ешқандай мархабат мәселе жоқ. Ал енді жаңағындай бір нәрсе дұрыс емес, маған мынау ұнамайды, менің көңіліме жат деген секілді болса, ол сіздің құндылығыңызға, ол сіздің бір өмірлік айтып жүрген әңгімеңізге бөтен болса, онда өзгерту адамның өз қолында, әйелдің өз қолында. Осы тұста өзгерту өз қолында дейсіз. Жалпы айтады, әйел адамды өзгерту мүмкін емес, ал ер адамды тәрбиелеп алуға болады деп. Осыған қалай қарайсыз? Жалпы әйел адамның туа бітті мінезі болсын, ол бітті солай әйел болып қалыптасма, оны өзгерте алмайды деген сияқты. Ал еркекті әйел тәрбиелеп алады деп. Ол былай ғой, ол отбасыға байланысты айтылған. Мысалы, ер адам әйелін өзгерте алмайды. Мысалы, әйелі өзгерте алмайды. Егер әйелінің қандай да бір қырсық мінезі болса, әйелінің қандай бір әйел өзін өзгертем демегенше, еркек оған қолқа салып, ер адам жағынан не дейді мынандай, қанша ол оған ұсынысын айтсын, қанша ұрысын, соқсын, әйелін өзгерте алмайды.
Сондайда бар ғой, мысалы, ұрады, соғады, өртейді, суға лақтырады. Әйелдерді мен осы қазір хат арқылы оқып таң қаламын, енді түрлі нәрсе істейді. Әйел өзінің санасы оянып, бір мен міне өзгеремін ау демегенше, ол өзгерте алмайды. Еркектің тарапынан ер адам әйелін өзгерте алмайды. Әйелдің өзіне кіру керек. Ақыл, сана, өзіне бір сол көңіліне түсу керек. Мен мынаны дұрыс жасамай жүр екенмін ау, менің мына мінезім дұрыс емес екен ау деп әйел өзі ойланбағанша еркектің тарапынан өзгермейді. Ал енді керісінше ер адам өз қалпы жүре берсін, иә. Әйел мысалы менің күйеуімнің хан болғанын қалаймын. Немесе менің алдымда жүгіріп жүріп балаларымды бағып, менің үйімде менің бір басқаша қылып өзгерткісі келсе, әйел өзгерте алады. Жаңа қазақта да сөз бар ғой, жақсы әйел жаман еркекті адам қылады деп. Сол секілді жаман әйел жақсы еркекті надан қылады дейді. Сол әйелдің қолында. Ол енді мен ғана айтпаған, ол енді бүкіл әлем психологтарының айтып жүрген нәрсе. Әйелді өзгертуге тырыспай ақ қойыңдар, олар мүлде танылмаған планета. Оларды дұрыс бір зерттеп ашып, үлкен мынандай кітап ашады да соны оқып отырады ғой. Әйелді түсінетін қоғам әлі өмірге келген жоқ дейді. Әйел ол өзінің жүрегінде болса, сол нәрсе мен мынаны бүгін өзгерейін деген. Сол кезде ғана әйел өзі өзгереді. Еркектерге қиын болып тұр ғой деген. Өте қиын. Ал біз енді осындай түрлі әңгімелерді естиміз. Өзімізде енді Алла қаласа, мысалы, тұрмысқа шығамыз, отбасы болып, балалы болып дегендей. Осы тұста жалпы тұрмысқа шығайын деп жатқан қыздарға беретін нақты 5 кеңес айтып беріңізші. Біз кәдімгідей соны өзіміз бір қағида есебінде, бәлкім осыдан қателесіп кетпеңдерші деген өзіңіздің айтатын кеңестеріңіз. Ең бірінші айтатыным маска кимеу керек. Бетперде дейді ғой қазақша. Шынайылық, иә. Себебі менің бір құрбым бар, 30-35-ке келіп күйеуге шықпай жүрді да, содан кейін өзі жақсы жұмысы бар, үйі бар, қызметі бар. Содан кейін бір жақсы азамат кездесті, әйелі қайтыс болған, 2 ұлы бар. Сол кісімен кездесіп жүрген кезде өте қатты маған бір көрінген қасиеті аналық мейірім көрдім. Менің балаларымды да жинап алып, өзінің балаларын осы мынандай бір мега деген секілді жерлерге барып ойнатып, күні-түні жаңа балалармен қызықтап, бір 5-6 айдай сондай. Сонда мен таң қалдым, шынымен ішінде жаңа аналық мейірім оялған екен деп. Кейін екеуі қосылғаннан кейін бір 5-6 айдан кейін 1 жылға жуық ажырасып кетті. Сонда мына балалар деген бір оңбаған екен, мінездері де жаман. Жаңағы әкесі екеуміздің арамызға сондай бір көп сөздер кіріп кетті. Осы 2 бала бізді қызғанды деген секілді әңгімелер айтып. Сол кезде мен түсінгенім, орыстар айтады, на цыпочке долго не постоишь деп. Өзіңдегі жоқ қасиетті жоғары қылып бүйтіп шығарып, оны айтып көрсете алмайсың. Өзіңнің ішінде не бар, тек соны ғана көрсетесің. Сол секілді жаңа бетперде киіп, маска киіп, мен осындаймын деп қыздар күйеуге шығып алады да. Жаңа жас кезінде, қазір енді тіпті ер жігіттерге қиын. Себебі мен жақында оқыдым, әйелім дейді, бір жігіт хат жазыпты, үйленген кезде басқа қалада, жаңа әлеуметтік желі арқылы танысқан. Фотошоп деген бар қазір, түрлі жаңағы беттерін не жасайды да, суреттерін қояды. Сонымен жігіттер қызығып, жаңа 1-2 рет көрген кезінде де қатты байқамаған, енді жаңағындай бір влюбленность деген болады ғой. Енді қазір бояудың да түрлері бар. Сонымен кейін үйленген кезде бетінің бәрі безеуге толған, жаңағындай тісі мынандай деген секілді. Мен жауап та жазбадым ондай адамға, бірақ өзіме сондай ой қалды да. Қыздар қазір көбінесе жаңа маска кию арқылы, өзіндегі жоқ қасиетті көрсету арқылы, әйтеуір міндетті түрде мақсатыма жетіп осы жігітке күйеуге шығып алсам деп ойлайды да. Сосын жаңа отбасылық өмір деген ол оңай емес. Сол қиындыққа 2 есе қиындық өзіне жүктеп алып шығады. Сондықтан жаңа өзіңіздің қалпыңызбен таза, өзіңіздің жүрегіңізде не бар, соны адам жақсы көру керек секілді. Кейін толық жаңағы өзіңнің бетпердеңді шешіп, міне мен мынандаймын деген секілді. Себебі ол ертең бәрібір шешіледі. Ол тұрмыс деген сенің бетіңді де барлық жеріңді. Себебі сен шаршайсың жаңағындай. Бір күні бүкіл бәрін шешсең де, міне мен осындаймын деп. Сол кезде жаңа күйеуіңде шокта қалып қалмас үшін өзіңде жаңа стресс, депрессия деген содан шығады. Сондықтан ең бірінші сол қасиет адам өзінің шынайы қалпымен жақсы көрсете білу керек секілді. Ол өтірік жаңағы жасап алған бір образбен, бейнемен біреуге жақсы көріну деген менің ойымша өте қате түсінік. Соны қыздарға айтқым келеді. Одан да сен жалғыз жүре бер дейді ғой. Әйтеуір бір күні жаңа тесік моншақ жерде қалмайды. Арманыңдағы азамат кездеседі. Ол өзіңнің ниетіңе қарай бұйрық дейді ғой қазақта, сол бұйрығыңа қарай беріледі. Ал енді оны бұйрықтан бұрын жаңағы атқа мініп алып, шауып, желпініп күйеуге шыққаннан ертең өте қатты қиындықтар пайда болады деп ойлаймын.
Сосын екінші бірінші кеңес. Екінші қасиет, күйеуге шыққан кезде бұл өте қиын, өте ауыр тұрмыстың, тіршілікті алып жүру деген. Бір қыздар маған жазады, мен 30-ға келдім, 40-қа келдім, күйеуім жоқ деп. Мына біздің бейсанамыз, орысша подсознание дейді, адамды өте көп жамандықтан құтқарады екен. Мысалы, кейде бір жерге шығар кезде кілтіңді таппай қалсаң, немесе бір жолың болмай жатса, қарыз алып, бір ипотека алатын кезде, бір өзінен өзі бір документтерің, құжаттарың дұрыс келмесе, сені ары қарай итермелемейді. Алмай-ақ қойшы саған, осы саған керек емес деген секілді, саған бір белгілер беріп тұрады, мына өзі бейсанаң. Сол секілді мына күйеуге шықпай жүрсең, сені қорғайды екен. Саған қиын болады. Себебі тұрмысқа шығудың өзі 24 сағаттық қызмет. 24 сағат сен күні түні ертең балалы болған кезде, оның үстіне біздің қазақта қайын жұрт деген бар. Ене күту, қайната, қайнаға, абысындар бар. Оның бәрін күту деген мына әйелдің нәп-нәзік иығына өте ауыр жүк. Сондықтан сіз қазірден бастап жас қыздарға айтатын, қызмет етіп үйрену керек. Өзіңіздің айналаңызда құрбыларыңызға бір тәтті наныңызды пісіріп беріп, жаңағы кішкентай балалар бар ғой, ағаңыздың ұлдары, жиендеріңіз деген секілді, соларды апарып қызықтатқызып, ойнатып, қалай екен, бала күтімі деген қалай екен, біреудің баласының жаңағы мұрын боғын сүртіп, жуып, оны деген жаңағы, сондықтан соны өзің қызмет етіп үйреніп көру керек. Сол кезде сен мына кеңістікке, жаратушыға мен мына қызметке дайынмын, менің қолымнан келеді деген секілді белгі беріп, себебі сен өзіңді ғана күтіп, күні түні бетіңе жаңағы май жағып, айнаға қарап отырған адамға кеңістіктің өзі ойлайды екен, саған не керек, сенің қолыңнан келмейді бұндай жүк артып деген секілді. Сондықтан оны жақындату үшін сен сол тұрмыс тіршілікке өзіңді бейімдеуің керек. Үлкен аталар бар, апалар бар, жалғыз жүрген. Егер ешкім жоқ, менің туысымда ешқандай жиенім де жоқ, мен қалада тұрам десеңіз, тіпті қарттар үйі деген секілді бар, балалар үйі бар, барып көріп, адам соны бойына сіңіріп, осы отбасының қиындығы осындай екен деген секілді дайындау керек. Иә, іштей дайын болған кезде өзі сол нәрсе сізге келеді. Енді тұрмыс тіршіліктің оны айта берсең, несі көп қойды. Қыздарды шошытып аламыз. Қыздарды шошытып алармыз. Көбінесе менің ойымша қыздар өздерінің әкелеріне ұқсатып жар таңдайды. Өздерінің көп қарап отырсаң да, жаңағы келін өзінің енесінің топырағынан жаралады дейді қазақта, ал енді күйеу бала көбінесе қайынатасына ұқсайтын болады. Сондықтан қыздардың да тағы бір сол қателіктері ма деймін, көбінесе алданып қалу деген, жақсы отбасынан шыққан семьялардағы қыздар, жақсы бір әкенің, ағалардың қамқорлығын көрген қыздар, көбінесе бүкіл жігіттер сондай екен деп ойлайды. Бәрі менің әкем сияқты, бәрі менің ағам секілді, ал кейін тұрмысқа шыққан кезде ол тіпті басқаша болып өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан жүріп жүрген жігітті негізі бір ойланып қарау керек секілді, көп бір жігітке, бір данышпанға келіпті да, бір жігіт айтқан екен, менің мына бір қызға үйленейін деп жатырмын, сол қызды сіз үйленсем ба, үйленбесем ба, маған кеңес айтыңызшы дейді. Сонда жаңа данышпан айтты, жоқ үйленбе деп. Ол қыз сондай керемет отбасынан шыққан, мықты, қолынан келмейтін жоқ үйленбе дейді. Ол сондай әдемі, анасы қандай, осы қызға үйленген болып тұрса, жоқ үйленбе дейді. Сонда жігіт ашуланып, неге сізге осындай қасиетті, осындай мықты қыз ұнамай тұр, енді неге мен сонда үйленбеймін десе, егер сен үйленген кезде ешкімнен сұрамас едің деп себеп айтады да. Сонда мына адамның өзінің жүрегінде ешкімнен сұрамай үйленген, жаңағы орысша айтқанда вопреки дейді ғой, сен 40 рет ойланып үйленген отбасылар көбінесе ажырасып кетіп жатады. Мына намысқа тырысып, шынымен осы адам маған керек деп, ешкімнен сұрақ сұрамай, сенің 2 анаң, 3 әкең де саған қарсы тұрса да, сол жігітке шыққан кезінде сол намысқа тырысып, адамдар соны сақтауға тырысады. Себебі саған қаншама адамдар айтты ғой, күйеуге шықпа деп, ал сен шықтың, соны енді құртып алмауға, ана кісілер маған ертең күледі-ау деген секілді. Сондықтан ол адамның өзінің жүрегі қалаған кезде, ол бұйрық деп ойлаймын, жоғарыдан келетін. Ол сен 1 жыл ойлан, 2 жыл ойлан, егер ол бұйрық болса, мен өзім сондай бір нәзік әлемге сондайға сенемін. Сенесіз арманға, мақсатқа, жалпы. Жақсы, сәл тақырыптан алқып тренинг саласына келсек, тренингте енді өзіңіздің сүйікті салаңыз деп ойлаймын, өйткені жақсы көріп аудиториямен жұмыс жасау, тіл табысу, қыздарға жалпы өзіңіздің отбасылық өміріңізде насихат жасау. Күйеуіңіз оны қалай қабылдайды, және сіз бұл тренинг саласын бастаған кезде кәдімгідей араларыңызда бір келісім шарт болды ма?
мен осыны бастайын деп жатырмын, осылай болады деген сияқты. Сіз білдіңіз бе осылай халықтың алдында ертеңгі күні танымал құралайға айналатыныңызды? Жоқ, бұл андай әстен дейді ғой. Ақырындап менің өміріме кіріп кеткен нәрсе. Мен басында Инстаграмды мен қызым үшін ашқым. Қызым қайда жүр екен, достары қандай екен деп соны қарап аштым да, содан кейін жаңағы таңғалдым әлеуметтік желіде соншама өсек, соншама жамандық, негативтің көп болғанына. Сосын 18 жасар қазақтың қызы әлеуметтік желіні ашады, ана жерде біреу ажырасып жатыр, мынау жерде мынау бірін-бір ұрып жатыр, мына жерде біреу басқа біреуге күйеуге шығыпты, мынау біреудің тоқалы екен, мынау біреумен ажырасыпты деген сөз, ол норма болып қалыптасып қалады. Ол демек дұрыс екен. Ертең мен де ажырасып жүрсем, ол ештеңке, ол қоғамда болып жатқан нәрсе деп ойлайды да. Сол кезде мен ойладым, менің қызым бұндай нәрсені көрмеу керек. Сол секілді басқа менің де сіңілілерім деген секілді. Қоғамды кішкене 1 градусқа болса да өзгерту керек. Бұның дұрыс емес екенін, отбасылық құндылық бар, бізде ұлттық тәрбие бар. Бізде кәдімгідей әжелеріміздің айтып кеткен әңгімелері бар. Соны мен айтуым керек деп, қазақы тілмен, мысалы, психологияны, шариғаттың бір хадистерден оқығандарымды қазақы өзімнің тілімде жазып бастадым. Сол кезде көптеген кері хаттар келе бастады, сұрақтар келе бастады. Сол сұрақтарға жауап беру арқылы сосын бір күн ұсыныстар түсті. Сіздер өстіп жиналсақ, осындай бір орынға келіп, бір 20 қыз бар деп, сосын бір күні барам 5 қызбен отырып әңгіме айтамын. Ертесі күні 20 қызбен, ол енді өзіме жаңағы отбасыма қиындық тудырды. Сосын бір осы Алматы қаласында бір үлкен жер алайын деп ойладым, басында бір 20-30 қыз келеді деп, кейін ол 50-100 болып кетті жақындаған сайын. Сонымен үлкендеу жерді алып, сөйтіп үлкен бір семинар болды, ең алғашқы рет 2016 жылы неде Алатау қонақ санаторийында 150 адамға. Сол кезде басында күйеуім қарсы болды. Бұл не жүріс, дұрыс айтып жатсың ба бұл әңгімені, ол ертең өзіңе таяқ болып тимей ма деген секілді. Кейін оны көріп, мен хаттарды үйде отырып, енді екеуміз шайда әңгіме айтып, міне мына қыз мынандай жазды деген секілді өзде оқып отырып, сосын қызығушылық болды да, енді мен 20 жыл өзімнің жолдасымның арманын орындаған әйелмін. Үйде отырдыңыз ба 20 жыл? Жоқ, мен мұғалім болдым, сауда істедім әртүрлі. Бірақ мен көбінесе мұғалімдікте ол өте әйелге ыңғайлы мамандық қой. Түске дейін барып келесің, түстен кейін үйдесің деген секілді. Оның үстіне жоғары оқу орнында 0,5 деген ставка дейді, сондай бөліп істеуге болады. Мысалы, аптасына 2 рет баруға, 3 рет баруға. Сондай бір жеңілдің үстімен, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүрген адаммын. Кейін енді жеке кәсіп болды, балабақша деген секілді сондай саудамен айналыстым. Сол кезде жолдасым айтты, бірінші енді ол кезінде жаңағы бүкіл соған өмірімді бердім. 20 жыл уақытымды бала тәрбиесіне, отбасына, оның өсуіне, оның бір қызметінің дұрысталуына, ұл десе ұл туып, қыз десе қыз туып деген секілді. Содан кейін менің жаңағы өзімнің де арманым бар жүрегімде. Мен кішкентай кезімде мысалы жұлдыз болғым келген, сахнада жүргім келген деген секілді. Сол кезде ол мені қарап, өзі семинарыма гүл әкеліп беріп, қуанып, кейін айтатын болды, сені тоқтатудың өзі күнә деп. Себебі сен қоғамға сондай әйелдерге бір мотивация беріп жүрсің, бір жақсы нәрсе айтып жүрсің, сенің айтқаның дұрыс деп сөйтіп қабылдап, кейін бір Қызылордаға, Ақтауға барған кезде өзімен бірге барып, көріп, ол жерде менде тек қана тренингте әйел адамдар болатынын көріп, қасымда бірге жүріп, көмекшілерімнің бәрі қыздар. Содан кейін өзі күнделікті бақылап отырады, Инстаграмда қазір бәрін көріп отырасың ғой. Сондықтан бұл дұрыс нәрсе сенің істеп жүргенің, айтып жүргенің. Бір отбасында ажырасудан сақтап қалсаң, ол деген үлкен біздің балаларымызға деген сауап деген секілді. Бұл басында маған хобби секілді қарады да, сөйтіп басталып кетті. Қазір қоғамда өз орныңызды тапқан құралай болғандықтан, қазір барынша қолдайтын шығар сізге. Ал 6 баланың анасы деп біз барлық жерде тілге тиек етіп айтып жүреміз ғой. Bir жағы енді қызығып қараймыз. Себебі осындай болмысты ұстап, 6 баланы өмірге келіп, қазір жадырап, жайнап жүр. Ары қарай да ойыңызда бар ма балалы болу жалпы? Иә, менің күйеуім айтады, менде күміс алқа ғой, 6 балаға сон. Сен жаңа күміс емес, алтынға лайықсың. 7 баладан. 7 бала, иә, сен алтынға лайықсың деп. Енді беріп жатса, бұйырса, бәрі болады деп ойлаймын. Тамаша. Енді өзіңіздің балаларыңыздың болашағына байланысты, бала тәрбиесі жайында енді шағын әңгіме қозғап кетпесек тағы болмайтын шығар, себебі барлығы баланы қазір қалай тәрбиелеу керек деп неше түрлі методика іздеп кетті ғой. Барлық үйде отырған аналар баламның не нәрсеге қызығушылығы бар, қалай оны тәрбиелеймін деген сияқты. 6 балаңыздың тәрбиесімен екеуіңіз бірге, енді 6 баланың тәрбиесімен екеуіңіз бірге айналысасыздар, иә, жалпы. Ең бірінші тәрбиеде қандай қағиданы ұстанасыз?
баланы емес өзімді тәрбиелеуді ұстанамын. Себебі бала деген құлақпен естімейді, ол сезінеді. Мысалы, сіз біздің қазақ отбасылардың ең үлкен қателігі деп ойлаймын енді өзім. 20 жыл өздерімен алысады. Күйеуі арақ ішеді, әйел соны тоқтатам дейді, немесе күйеуі басқа шет жерде жүреді, қыдырады, ол соны нетем дейді. Екеуі бір-бірімен күнделікті ұрыс, шайқас, сөйтіп жүрген кезде баласы 20-ға келеді, енді тәрбиелейін десе, бала сені тәрбиелеп бастайды. Сол секілді бір адамдар өздерін тәрбиелеген кезде ұрыста болмайды үйде. Бір әдемі атмосферада, үйдегі ауа райы жақсы болған кезде, сен балаға өзіңнің, мысалы, өзің темекі тартып отырып, балам сен темекі тартпа десең, қалай болады? Өзің ұрысып отырып, балам ұрыспа сен деп айтқан қалай? Ол міндетті түрде балаға бәрі көрініп тұрады. Ең бала ананың сыншысы өзінің баласы ғой. Біз де өзіміздің аналарымыздың түймедей нәрсесін түйедей қылып көреміз. Кезінде анам бүйтіп айтқанда ғой, мысалы, ең бізді жақтырмайтын ол біздің балаларымыз. Мен мысалы балаларым үшін өсем. Маған біреулер айтатын шығар, мысалы, халықтың махаббаты керек, немесе жұлдыз болған керек деп. Сіз қазір банкоматта, мен бір рет қарап қалдым, жаңағы банкоматта кезекте тұрып едім, бір кісі бүйтіп басамай тұр, сосын баласы келді да, мам, тоқташы деп, ана мамасына зекіп, бүйтіп, ана мамасының кнопканы баса алмай тұрғанына намыстанып тұр. Мысалы, ата-аналар жиналысына бұрын ауылда тұрғанда, аяғыңдағы мына жаман етігіңмен келмеш, батпақ болып, ұялам, шашыңды жинап кел, тырнағыңды күтіп кел деп, балалар өзінің анасынан ұялады. Біздің балалар сондай, қазір заман талабы сондай. Сен жарқырап, жайнап, мықты болсаң, өзіңнің балаңа қызықсың. Егер сен қазір сүйкімсіздеу болып, бақытсыз болып отырсаң, сенің балаңның өзі сені қабылдамайтын болады, жақтырмайтын болады. Мен сол үшін өзім енді көп балалы ана болғасын, ең бірінші балам үшін өсем. Балаларыма қызық болуым керек. Қызым менімен сырласу керек. Қызым мені менсінбесе, ол маған сырында айтпайды, өзінің құрбысына, басқасына айтып кетеді. Балам, ұл бала деген ол анасы алдында абырой болу керек. Ол ертең мен арақ ішіп, бір жерде кафеде қаңғып темекі тартып жүрсем, мен оның алдында, ол тіпті маған айтпаса да, бәрібір олар жақсы көреді. Анасы оның алдындағы ең бір жақсы көретін адам, бірақ мен оның алдында абыройым түсіп қалады. Мен баламның алдында, дұғамды оқып отырған, ақ орамалымды таққан, үйдегі нанымды пісіріп, жаңағы әкесін күтіп отырған, сондай бір ана ретінде қалғым келеді көзінің алдында. Мен ертең бар болайын, жоқ болайын, бір қаншама жылдан кейін ол есіне алған кезде, кейін, мысалы, мамам кезінде сөйтіп күлімдеп отырушы еді деген секілді. Мен оның алдында бір шынымен жұлдыз болып қалғым келеді, балаларымның алдында. Ол барлық жағынан, ана жағынан болсын. Сондықтан сол үшін мен, мысалы, біз қазір бұрынғы Nokia телефонды жақтырмаймыз ғой, ода тек WhatsApp-та жоқ, ештеңке жоқ. Сол секілді ескі Nokia телефон болып қалғым келмейді. Баламның алдында әрдайым соңғы модельдегі, жаңағы iPhone XR ма, қазір қандай 10-шы модельдегі жаңа жарқырап тұрған сондай ана болғым келеді. Балам менен ұялмаса екен. Жаңа ортаға апарған кезде, қыздарым менен ұялмаса екен. Өздерінің құрбыларымен таныстырған кезде, мынау менің анам, мынау менің әкем деп қуанышпен, бір мақтанышпен айтатындай ана болғым келеді. Демек, халықтан да бұрын жалпы үйдегі балаларыма үлгілі ана бола білсем, және солардың жүрек қалауындағы өмір бақи жақсы образбен сақталатын ана рөлі сізге үшін маңызды. Ана, балаларым менің ең үлкен сыншым. Соларға ұнасам, мен бүкіл халыққа ұнаймын деп ойлаймын. Балаларыңыздың пікірін тыңдайсыз ба? Жалпы сізге айтуы мүмкін ба сыни пікірлер? Қызыңыз, мысалы, сіздің қызыңыз өте білімді. Қазір шетелде оқып жатыр. Өзімізге белгілі қарап отырамыз Инста парақшасын. Сізге сән жағынан кеңес беріп, мама қазір мынау модада болып жатыр, былай болып жатыр деген сияқты. Қаншалықты балаларыңыздың пікірін тыңдайсыз? Мен тіпті 5 жасар баламның да пікірін тыңдаймын. Айтып тұрмын ғой, олар менің ең бірінші сыншыларым. Жаңағы үйде әртүрлі, үйде адамның бүкіл бет пердесі ашылады ғой, жаңағы тұрмыста, тіршілікте сен шет жақта қандай бір бетіңді бояп, әдемі көйлек киіп жарқырап жүргенмен, Тұрсынбек айтпақшы, үйге келген кезде адамдар деген кетші бар, кіре салшы, отыра салшы деп. Сол секілді кішкентай баламның өзі де маған қандай сөздер айтып жатыр, неге бұл бүгін бұлай осылай айтты деген секілді, әрбіреуін тыңдасаң, баланы тыңдасаң, ол көп нәрсе айтады. Сондықтан маған өте өмірде жолым болды деп ойлаймын. Мен 6 түрлі кәдімгі, олар жаны ашып айтады.
шынымен айтса да олар сосын таза шындықты айтады. Мысалы досым құрбым ол кішкене басқаша қылып айтуы мүмкін. Олар күнделікті менің шынайы ішкі болмысымды біледі. Сіз мына жерде дұрыс айтпадыңыз, мына жерде сіздікі. Содан кейін қызым енді 20-ға келіп кәмелет жасқа толып өзі әлеуметтік желіні жүргізіп отырғаннан кейін ол менің әрбір постымды, әрбір фотомды мына жерде сіздікі артық кетіп қалдыңыз. Сосын енді басында пенде болғасын, жаңағы мен оның анасы болғасын өзімше боламын ғой, бәрібір менікі дұрыс деп. Ал бірақ сосын ойлап жаңағы жатқан кезде ойлаймын, шынымен енді оның көзімен, оның қазіргі жас адамның көзімен көзқарасы шынымен дұрыс шығар деп айналып келіп, соны істеймін бәрібір. Ал ер адамның өзіңіздің жарыңыздың тарапынан қандай да бір сыни пікірлер айтылып тұра ма сізге? Жалпы сізді бір тыятын жерде тыйып қой деп айтып деген. Мені өсірген негізі сол өзім жолдасым. Ол күнделікті мені айтып отырады, посттардың көбісін сонымен жазам. Бәрін оқиды ғой? Бәрін оқиды, қарайды. Басында оқымайтын, қазір оқиды. Сосын мысалы алдында бір тоже журналистер әлеуметтік желіде мен туралы пікір айтыпты, сын айтыпты деп сонда жылап жаңағы видео мен өстіп айтты деп, осы қоям ғой деймін әлеуметтік желі, басқа бизнес ашам да өзім жүрем деп, ештеңке істемеймін тіпті деп сөйтіп қолым бір түсіп қалады ғой. Сол кезде маған айтады, бәйгеге аттар шапқан кезде дейді, мынандай көздеріне мынандай бірдеңке деп айтылады, теріден қап жасап қояды екен. Жан жағындағы басқа аттарды көрмеу үшін толығымен тек алдын ғана көреді, былай жауып қояды екен. Себебі ат деген жылқы өзі үркіш келеді ғой, қасында мүмкін біреулер қол шапалақтап қалса, музыка, сонда құлағын толық жабады да, былай көзін былай жабады, тек қана ана межелі неге жету керек. Сол секілді, соны маған айтады, сен не істейсің, анау мені бүйтіп айтты, мынау мені сөйтіп жазды деп, сен жаңа құлағыңа неге мынандай жаңағы, мен оның үстіне жылқы жылымын ғой, сон айтады, мынандай жауып ал да дейді, жаңағындай, алдыға қарай өзің мақсатыңа, сенің мақсатың мынандай, сен деген кәдімгідей өзің көп қой енді біледі ғой, мен сенде мынандай приоритеттер бар. Сол нәрсеге қарай жүр, не істейсің, жаныңдағы адамға үркіп, бүйтіп қарай берсең, олар сенен озып кетеді. Олардың айтқаны дұрыс болып кетеді. Сені олар жолда жаңағы жолыңнан тайдырады, құлап қалуы мүмкін. Ат жаңа бәйгенің аттары өте көп қой, жаңағы шалынып құлап, әп-әдемі шауып келе жатқан мықты тұлпар қалып қалуы мүмкін. Сондықтан сенің өмірің өзіңнің жаңағы деп сөйтіп айтады да, сондай кеңестер арқылы мен көп тыңдаймын, себебі мужская логика дейді ғой, орыстар айтады, еркектердің логикасы ол әйелге қарағанда шариғатта да бізде мысалы таразының бір шетіне екі әйелдің басына бір ер азаматтың басын қояды. Сондықтан ол логикаға өте мықты. Менің миллион кітап оқып, миллион нәрсені тыңдап айтып келгенімді ол бір ауыз сөзбен жаңағыдай айта салады, сол маған мына жеріме отырады. Кәдімгідей ол мені басады, көп нәрсе ол маған содан келе жатыр. Тамаша, өте керемет. Енді соңғы сөзімізді әйелдердің өздеріне арналған кеңеспен аяқтасақ, мысал үшін мен айтқым келетіні, сізге де хаттар көп келеді, психологтарға да жиі барады. Өте күрделі бір мәселелер сіздердің алдыларыңызға келген кезде, сіздер соны өздеріңізге қабылдап, кейде бір ұйықтай алмай қалатын кездерде болатын шығар. Мына әйелдің мәселесін қалай шешсем болады деген сияқты. Қазір көп әйелдердің отбасында болып жататын ер адамына деген сенімсіздік, екеуінің арасындағы жаңағы енді көзіне шөп салу деген сияқты. Ол қандай жағдайда әйел соған дейін жеткізуі мүмкін? Сол жаңағы өзін-өзі бағалау төмендеп кеткен кезде, өзін-өзі жақсы көрмеген кезде, сен өзіңді өзің жақсы көрмесең, сені ешкім жақсы көрмейтін болады. Тіпті балаң да, күйеуің де. Енді мен жаңағы психотерапевт емеспін. Мен тек коуч, тренер, спикер, жаңағы көп менің сертификаттарым алған нелерім бәрі, ол коучинг. Психотерапевт деген ол кәдімгі психиатриялық больницаларда, психологтар деген психотерапия дейді ғой, адамның жанын емдейді. Ал психолог деген ол шәкәрім да психолог, Абай да психолог. Мысалы, Мұқағалидың әрбір өлеңін оқыңыз, психология. Фаризаның ол қазақы жаңағы психология деген сөзбен жаңаша айтылған, бірақ кәдімгі мына әңгіменің бәрі ол адамның жанын емдейтін нәрсе. Ал енді терапия деген ол тіпті енді қатты жаңағыдай шизофрения, қатты ауруларға қарсы. Енді менің өзіме өзім бір защита дейді ғой, бір нәрсе қойғаным, осы жаңадан әлеуметтік желіге шыққан кезде бір қыз түнде хат жазды. Мен өзім суицид жасайын деп жатырмын. 3 балам бар, олар қалады, мен өлем, менің күйеуім мені ұрды, басқа елге кетті деген сияқты өте қатты хат жазды. Мен сол кісінің несіне кіріп, таңға дейін ана кісімен хат жазып, сіз өзіңізді өзіңіз өлтірмеңіз, балаларыңызды ойлаңыз. Бүкіл енді білетін әңгімемнің бәрін айтып, сөйтіп шаршап, ұйықтап, содан кейін ертесі күні жұмыстарымды істеп, кешке қарай ойладым, енді ана қыз не болды екен, бар ма, есіме
есіме түсіп, жаңағы енді түнде жаңағы өзімнің телефон номерімді беріп, түнімен WhatsApp желісінде сөйлесіп, сосын таңертең звондап қалдым, кеш түстен кейін уақыттарда. Қалайсың жаным, бәрі дұрыс па десем, маған телефон соқпаңыз, мен күйеуім қасында тұрмын дейді. Сондай бір немен, сонда ойладым, мен не үшін шаршап таңға дейін сол ұйықтамай, неге бүкіл нәрсемді қойып, сондықтан қазір мен қатты жүрегіммен қатты қабыл алмаймын. Менікі коучинг, менікі семинар. Мен тек жолын көрсетемін. Мысалы, маған мына нәрсе көмектесті отбасылыққа. Мен мысалы балалы болуыма жол сілтеп, мынандай авторлар бар, мынандай методикалар бар, мынандай техникалар бар. Осыны қолдану арқылы, мысалы, мынандай әжемнің әңгімесі бар, мынандай шәкәрімнің өлеңі бар, мынандай Абайдың хадисі бар, Мәшһүр Жүсіптің жазған мынандай әңгімесі бар деген секілді айтқан кезде адамның өзінің санасы оянып, соны өміріне қолдану арқылы. Ал енді жаңағындай оның әңгімесін өзімнің бойыма кіргізіп, онымен сағаттап отырып сөйлесу деген ондай менде консультация, ондай жеке тәжірибе жоқ. Жалпы рахмет көп. Бүгінгі біздің сіз екеуміздің айтып жатқан тақырыбымыз, қозғаған барлық әңгімеміз көпшіліктің пайдасына жарайды деп ойлаймын. Себебі бүгінде отбасын сақтап қалып, сол отбасын құру мәселесінде небір қағидаларды, ережелерді ескерейінші деп уайымдап жүрген қыздар да, жігіттер де көп қой. Себебі қазір елімізде бұрын соңды болмаған ажырасу статистикасы қарқын түрде өсіп кетті, жоғары болып. Оның себебін анықтауда біз осындай кішкентай болсын дұрыс насихатымызды жасап, халықтың бір пайдасына тиетін осындай бағдарламалар жасасақ, ертеңгі күні ұялмай өмір сүреміз деп ойлаймын. Құралай ханым, көп рахмет. Алтындай уақытыңызды бөліп, бүгінде өз тәжірибеңізбен бөлісіп, шынайы, риясыз, әппақ ниетіңізбен айтып жатқан барлық кеңестеріңіз біздің қыздардың, көрермендердің кәдесіне жарасын дейміз. Алла тағала ұзақ ғұмыр нәсіп етсін, халқыңыздың алдында жадырап жайнаған құлпырған Құралай ханым болып жүре беріңіз. Амин, көп рахмет. Еңлік, саған да ғұмырың сұлу болсын. Сенің алдыңнан көп жоғары биіктерді, белестерді күтем, үміт етем. Саған да бар жақсылықты, әйел бақытын, ана бақытын тілеймін. Амин, көп рахмет.